Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадты сметаник дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Кәдімгі сметаникке қарағанда осы түрі өте дәмді болып шығады. Ол үшін жұмсақ сары майды ұнмен бірге үгетіп, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бізде осындай қамыр шығуы керек, яғни песочный. Қамырымыздың ортасын ашып, қопсытқыш себеміз және де қант, бір жұмыртқа, бір ас қасық қаймақ қосып, бірінші қасықпен әрі қарай қолыңызбен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр дайындап алатын боламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астына жазып қалдырып кететін боламын. Қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. 30 минуттан алып шығып, осылай оқтаумен жазып, тым қатты қалың не жұқа етпей, осындай кез келген формамызға видеодағыдай қойып шығатын боламыз. Енді қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін піскенде ортасын, жан-жағын шаншықпен осылай тесіп шықсаңыз болады. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа 2 жұмыртқа және де қант және сары май мен шоколадты бірге осылай ертіп аламыз. Водяной баняда немесе қысқа толқынды пеште, және барлығын жақсылап осылай біркелкі болғанша араластырамыз да жаңағы қамырымыздың үстінен құйып 180 градусты 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді сметаник пирогымыз дайын. Сіздерге дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.